Тұрсыңдар, неге қоштасамай тұрсыңдар? Жолда қоштасармыз. Болыңдар, тез автобусқа үлгермей қаламыз. Мам, может, бармай қоямыз? Ей қызым, бару керек бізге. Ондай болмайды. Той, ма. Қала өте қызық, әпше. Ой, қойшы, маған ұнамайды. Қызым, болды. Жүру керек бізге. Жарайды. Қызым, саған не болды? Міне келдік. Ой, мамнан қараңызшы, бұл жерде мен қалай бір ай болып шыдаймын. Және иісі де бір түрлі. Қызым, болды, шыдайсың. Апшетай, қойсаңшы, болды ғой. Бұл ата-әженің үйі. Ауыл деген осындай болады. Жарайды. Болды, қыздар, үйге кірейік. Жоқ, кірмейтін сияқты. Болды, қыздар, жүріңдер. Кірейік құрсын. Ата-әжелерін күтіп қалды. Мына жерде мен қалай тұрады екенмін? Тауық, көмектесіңдер. Мереке, қорықпасаңшы. Бұл әшейін тауық қой. Сенен қорқады ғой, ол наоборот. Өтінем, кетейікші, мен қатты қорқамын мына жерде. Және сіздер жоқ. Жоқ, дедім ғой, болды. Біз үйде жұмыс істейміз. Сендерге мешіт етесіңдер. Мен сіздерге ақша жіберіп тұрамын. Вкусняшкалар аласың. Міне, мұны осыған вкусняшкалар алып, салып жүресіңдер. Түсіндіңдер ма? Қызым, жоқ дедік қой. Болды, осы жерде қаласың. Бірақ ай ғой, сенің орнында болғанда мен қуана келісетін едім. Жарайды. Мам, пап, біз келдік. Қызым, күліп тұрсаңшы. Ой, міне күлдім. Жанда, келдіңдер-ау әйтеуір. Уайындап кеттік қой. Әже! Сәлем бердік, мама. Жаса құлыным. Құлындарым, шырағым сол. Келдіңдер ме әйтеуір? Мен сізді қатты сағындым. Үй ойналайын маңдайынан сенің. Сәлеметсіздер ме? Ей, бақытты бол. Неге босағада тұрсыңдар? Жүр, кіріңдер. Ой, мам, болды, біз тойды, рахмет. Ал, қыздар, сіздерге аманат. Иә. Ал, біз кеттік. Қыздар, сіздерге аманат. Ал, біз бір айдан кейін сіздерге қайттан келеміз. Айналайындар. Мақұл, жолдарың болсын. Тез барып, жеткенде хабарласыңдар. Хабарласасыңдар ғой. Ал, менің көрімдігім қайда, ақшам беретін еді. Жоқ, керек емес. Мақұл, біз кете берейік, Жақсы, беттерінен сүйдім белімай, ойбай. Мен отыра салайыншы. Сендерді өзім шығарып саламын, жүріңдер. Ал, құлыным, жеткенде хабарласасын. Жаяу бармай, таксиге мініп барыңдар. Ой, мам, итакта таксиге мінеміз ғой. Айтпесе, ауылға, қалаға шейін. Алыс қой. Мам, жақсы, сау болыңыздар. Құлыным, жеткенде хабарлас, ақша керек болса айт, біз береміз, түсінің ба? Қыздарыңа өзіміз қараймыз. Өздері де әлі үйреніп кетеді. Рахмет. Сау болыңыздар. Ал, енді сендерге комнаталарын көрсетейін. Мінеки, мынау сендердің комнаталарың. Өздерің бөлісіп алыңдар, кім қайда жататын. Мен төбеге жатам, әпше, төбеге жатсам бола ма? Сен құлап кетесің. Төбеге жатпай қойш. Жарайды. Болды, қыздар, мен кете берейін. Ана жерде жуынатын ванна бар. Өздерің керек болса хабарлайсыңдар ғой. Үй жуындырым сол, құлындырым. Орындаласып келдіңдер ма? Өздері бір тәтті ғой, жандарым сол. Мен де сағым қалдым. Бірақ анау үлкен қызы чөті бізді жақтырмайды ма? Білмеймін, әйтеуір көңіл күйі жоқ сияқты. Қой, олай жақтырмайды деп айтпа. Сен қуайсың ба? Ол просто қалада үйреніп қалған шығар. Мына жерде енді бір ай өмір сүреміз ба?
әпке, сен бұл жерді білмейсің ғой. Бұл жер деген күшті ғой. Әженің бәлішін-ай. Какой еще бәліш? Булочка десеңші. Әпке, сен даже бәліш деген не екенін де білмейсің бе? Ой, саған енді әлі ерте сияқты бұл жерде өмір сүру. Я тез кетіп қалсам екен, даже бұл жерде интернет істемейді. Мен телефонымды үйде қалдырып кеттім. Бұл жерде не керегі бар егер интернет істемесе? Телефонын үйде қалдырып кеткен жақсы болды. Енді бұл жерде телефонсыз, бірақ өте керемет бұл жер. Қош, болды, киімдерін жайғастырайықшы. 1 сағаттан кейін. Біттік-ау әрине. Әпше, басым айналып кеткен-ай. Мен кеттім әжеге. Әже, мен сіздің тәтті бәлішіңізді сағындым. Ой, жоным, шырағым, болды, жасап беремін, екеуміз бірге жасаймыз, иә? Мына қалада қанша күн тұрады екенбіз? Шыдай алам ба, шыдай алмайым ба, бір құдай білсін. Барайыншы анаға. Не істеп жатыр екен бұлардың бәрі? Әже, ата, мен далада кішкене ойнап келейінші, әйтпесе басым ауырып тұр, және де дос тауып алсам екен. Жарайды, өзім бара бер. Әпке, мен де барайын. Жоқ, қош, сен позор қылып жүргің келмейді. Жарайды. Қоя бер, бірақ зато мен әжеммен бәліш пісіремін. Піш. Әже не істеп жатыр екен, әжеге барып көрсейінші. Ой, шошып кеткен-ай. Әже, неменесі жас болып кеткенсіз ба? Қандай әже? Мен әже емеспін. Ой, жарайды. Әже үйде ма? Я, үйде. Не деген кім ады бұл? Әже, сәлем бердік. Қалайсыз? Мен сіздің тәтті бәлішіңізді сағынып кеттім. Білесің ба? Мен де әженің тәтті бәлішін сағынып кеттім. Сен кімсің? Біз қазір әже екеуміз жасайын деп жатырмыз. Мен сол әжеде күндеге көмектесіп тұратын осы көршімін ғой. Бұл қыз күшті, жақсы қыз. Өте жақсы қыз, маған күндеге келіп тұрады. Сосын апа, анау далада отырған кім? Просто бір түрлі сөйлейді екен, жаман андай грубо дегендей сөйлейді. Ой, ондай бар ма еді? Немерем ғой осы жылы 1 айға келген ғой. Немереңіз ба? Жарайды, апа, мен қазір үйге барып келуім керек еді. Просто сіздерге амандасып кетейін дегем. Шырағым, жарайды. Апа, бара бер. Жарайды, апа, мен шақырасып қойын. Сәлем, менің есімім Жанерке. Сенің атың кім? Мерей. Чо, не болды? Жарайды. Не деген адам екен өзі? Грубо сөйлеген несі? Мен туралы өсектеп тұрсың, Мен өсектеп тұрған жоқпын, түсінің ба? Өзің қалаңдай көрмеші, бұл жерде барлығы тату сөйлеседі, сен сияқты грубо емес. Кетші, сенен әдемірек сияқтын, мен чота. Сендердің ауылдарың маған керек емес. Кетші, әрі бар. Жарайды, кейін өкінесің, бұл ауылда ешқашан келмей қалғанда бізбен дос бола алмай қаласың. Түсінің ба? Пока. Қатты грубо сөйлеп қойдым ау.